Сәлем достар, айтоп арнасына қош келдіңіздер. Өзіне өзі қол жұмсауды біз заманауи індет деп қабылдап үйренгенбіз. Өзіне өзі қол жұмсау барлық уақытта өліммен аяқталмайды. Қол жұмсау әрекет саны нағыз қол жұмсауларға қарағанда көбірек. Әр қазаға 25 әрекеттен келеді. Және өзін өзі өлтіруге тырысқандар өмірлерінің соңына дейін сол оқиға салдарымен бірге өмір сүреді. Көпшілік басқа жіберілген оқ өлімді қамтамасыз етеді деп сенгенімен, оған ешкім кепіл бере алмайды. Өздерін өздері атып, нәтижесінде тірі қалып, оқиғаны өз аузымен баяндағандар жетерлік. Бүгін біз басына қару тақап, өлуге талпынып, аман қалған адамдар жайлы 5 хикая жайлы айтамыз. Онда жайғасып отыра беріңіздер. Біз бастаймыз. Кэмерон Андервуд. Кэмерон 2016 жылы басына атқан. 2018 жылы жаңа бетін қабылдаған кезде ол 26-ға толды. Отадан соң тез қалпына келіп, оның шынымен жолы болды. Көптеген науқастар бет трансплантациясын қабылдағанға дейін ұзақ уақыт күтеді. Ол күрделі эмоциялық зақымдарға, соның ішінде әлеуметтік сын мен кінә сезімін тудыратын депрессияға алып келеді. Кэмерон өмірін қару арқылы тоқтатпақ болған әрекетінен кейін емханада айлап жатқан болатын. Астыңғы жағын, бір тісінен басқа тістерінің барлығын және негізінен бетінің төменгі бөлігінің жартысын жоқ қылған оқиға 2016 жылы орын алды. Өзіне өзі қол жұмсайтын адамдардың көпшілігі секілді, Кэмерон ауыр депрессиядан өтіп, нәтижесінде ішімдікке салынды. Бірақ ол көмектеспеді, керісінше зардабын ғана тигізді. Ақыр аяғында Кэмерон жаңа мүмкіндікке ие болды. Дәрігерлер оған жаңа жақ, тістер және жаңа бетін қайта құрастырды. Енді ол қайтадан күле алады. Бүгінде Кэмерон басынан өткен оқиғаны баяндап, өзінің өзгергендігін айтады. Кейде сәтсіз аяқталған өзіне өзі қол жұмсаудан кейін адамдар өмірді жаңаша бағалай бастайды. Дэниэл Вон Барген. Біздің көпшілігімізге Дэниэл секілді біреудің өмірімен қоштасқысы келгендігін түсіну қиын. Өйткені ол танымал Сейнфельд телешоуының және Керемет сарбаздар фильмінің бұрынғы актері. Бұл Голливуд актері 2012 жылы өмірімен қош айтқысы келді. Басына қару кезегінен көп уақыт өтпей, 911 операторларына өзін өзі жаралаған адам туралы қоңырау келіп түсті. Хабарласқан Дэниэлдің өзі. Ең қызығы, жедел қызмет келгенше, Дэниэлдің оператормен тілдесу шамасы келгендігі. Артынан актер операторға жылдар бойы диабеттен зардап шегіп жүргенін айтты. Ол, мен басыма аттым, маған көмек керек деді. Кейін сұрақ астын алғаннан соң, актер өзін ғибадатханада атқанын айтты. Өкінішке орай, Дэниэл 2015 жылы диабет асқынуларынан қайтыс болды. Дэвид Парнелл. Радиошоулар мен теледидарда шығып жүрген көпшілік шешені Дэвид Парнелл қару атысынан аман қалған соңғы адам. Ол үйленген, 7 мәрте әке атанған. Өз хикаясын баяндау мақсатында көрермен жинау үшін ел аралайды. 2003 жылы 23 жылға созылған есірткіні мөлшерінен тыс қолданудан кейін оның қылықтарына тойып біткен Дэвидтің жолдасы Эми оны тастауға бел буады. Бұл Дэвид үшін әлем қирағандай болып көрінеді. Дэвид осыдан кейін СКС шабуыл винтовкасын алып, иегінің астына қойып шүріппеге басады. Миы арқылы өтіп, бас сүйегінің төбесінен шығады деп ойлады. Бірақ оқ екі көзінің ортасындағы бас сүйегінен шығып, бетіндегі барлық сүйектің быт-шытын шығарды. Алайда метамфетамин әсеріндегі Дэвид есінен де танбаған. Эми жедел қызмет шақырып жатқанда ол сөйлей алған. Бөлшек-бөлшек басын екі қолымен ұстап отырып, өзінің жасағаны үшін қасындағы достарынан кешірім сұрады. Кэти Стаблфилд. 2015 жылы жігіті тастап кеткен кезде Кэти Стаблфилд тек 18-де ғана болған. Бұл оқиға оның өмірін толығымен өзгертуі мүмкін еді. Кэти қару алып, бетіне кезеп шүріппені басты. Бетінің әрбір бөлігі, аузы, мұрны, ішкі қуыстары мен екі көзі жарақатталды. Ол ағасы Роберттің аң аулайтын мылтығын алып, өмірін үзгісі келді. Бірақ барлығы өзі күткендей аяқталмады. Оқ оны өлтірмеді. Оның орнына ұсқын сызғылды. Оқиға суреттері жан түршігерлік. Қалай дегенде де Кэти жаңа бетке ие болды. Алайда Кэтидің ерекше жолы болды. Себебі сол кезде 40 процедураның ішінде оныкі ең күрделі болды. Бұл заманауи медицинаның ғажаптары. Виктор Сипсон. Виктор Сипсонның жағдайы аман қалу оқиғаларының ішіндегі ең қайғылысы. Виктор 2017 жылы сәуірдің 19-ында ішкен түнінен кейін өзін өзі атқан. Сол кезде оның жасы 21-де болатын. Қайғылысы, осындай жас жігіттің өмірін тоқтатқысы келуі.
Сол мезетте қасында болған оның 22 жаста жүрген қызы оны тоқтатуға талпынса да, Виктор қаруды қалай да оқтағысы келді. Виктордың қаруынан шыққан оқ өзінің басынан өтіп қыздың кеудесіне тиген. Оқ қолтығынан енген екен. Полиция мен медицина қызметкерлері оқиға орнына келіп, екеуінің де жарақаттанғанын көреді. Виктордың жарақаты басында болатын, екеуі де өліп бара жатты. Медициналық топ Виктордың өмірін сақтап қалады, бірақ қызы Бриттани ішкі мүшелерінің күрделі зақымынан мерт болады. Викторге Бриттани өліміне кінәлі деп айып тағылып, ол сотқа шақырылады және екінші дәрежедегі кісі өлтіру үшін айыпталады. Осымен болды. Достар, осы видеоға 5000 лайк жинайық. Келесі естіскенше аман сау болайық. Әрдайым сіздермен бірге Айт топ арнасы.